ореховый пирогымыздың начинкасын дайындаймыз. Ол үшін 3 дана жұмыртқаға құмшекерімізді және глюкозный сиропымызды қосып дайындап аламыз. Глюкозный сиропты кез келген кондитерлік дүкеннен, міне менікінде осындай қаушақта сатылады. Сіздер бұны бір рет алып қойсаңыздар, бірнеше рет пирог жасауға жетеді. Әрі қарай венчиктің көмегімен үшеуі бір келкі болып біріккенше жақсылап араластырамыз. Араластырып алған жұмыртқалы массамыздың үстіне грек жаңғақтарын қосатын боламыз. Грек жаңғақтарын пышақтың көмегімен өте ұсақ етпей, видеода көрсетілгендей етіп турап алсаңыздар болады. Ореховый начинкамызды алдын ала дайындап алған песочный тестамыздың үстіне құйып, бетін тегістеп, қызып тұрған пеште 170 градуста 35 минуттай пісіріп аламыз. Мінеки ореховый пирогымыз дайын. Пирог суығаннан кейін бетіне азғантай ғана қант ұнтағын сеуіп, дастарханға ұсынсаңыз болады.